Қайырлы күн қымбатты көрермен, тікелей эфирде сәті түскен сұхбат хабары. Студияда өздеріңізбен бірге мен Әсел Бақбергенқызы. Бүгінгі қонақжай студиямыздың мейманымен таныс болыңыздар. Екезу сатира театрының көркемдік жетекшісі, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Нұрлыбек Жұбатқан. Және қош келдіңіз аға, және сізді бүгін енді ерен еңбегі үшін медальмен марапатталған өнер азаматы ретінде де таныстырсақ артық етпес. Марапатыңыз құтты болсын. Енді Ақтөбе өңірінде өнер адамдарынан алғашқылардың бірі болып, дәл осы марапатқа президенттің қолынан табыстап алып жатырсыз. Марапатыңыз құтты болсын. Енді дәл осындай марапаттар өнер адамына шабыт сыйлайтын шығар, иә? Қайырлы күн, рахмет көп-көп. Енді жалпы өзім, біз енді марапат болмаса бір атақ үшін жұмыс жасаған жоқпыз. Бірақ еңбектің еленген дұрыс. Мысалы бір жақсы дүние жазған болса, біз айтамыз, мынау керемет, жақсы екен деп. Егер ешқандай ештеңе баға бермесең, болмаса оның бір ешқандай талдап бермесең, бала онда еңсесі түсіп кетеді. Кез келген адам, жалғыз бала емес, кез келген адамға, оның ішінде шығармашылық адамға айту керек. Мынау жақсы, мынау дұрыс емес, мынау өте жақсы деген. Ол жылы сөз адамға күш береді, шабыт береді. Сондықтан да әрине шабыт береді. Ол мәселе бұл омырауға орден таққанда емес, мәселе сенің жұмысыңның бағаланғаны. Енді былай қарап отырсақ, 25 жыл осы сатира жанрында театрдың соңында жүргеніме, биыл алдымыздағы жылда 25 жыл болады Екезу сатира театрына. Ол да үлкен той, мереке, онда атап өтеміз. Енді бұл ерен еңбегім мен аяқ астынан мен естідім. Өзі бір аптаның ішінде біз біраз қарбаластар болды. Қазан айының 13-14-інде біз Қостанай қаласына Мірдің оғы атты жазушы сатирик Сейт Кенжеахметовтың байқауына бардық. Оның алдында біз 2 рет гран-при бас жүлдені жеңіп алған болатын Екезу театры. Одан кейін біздің театрға қатысуға болмайды деді, тек қонақ ретінде қатысады деді, және мені Әділ Қазылар алқасының мүшесі етіп шақырды. Содан кейін енді біздің театрдегі жастар бар. Бір 5-6 жастар бар, талантты, өзім таңдап алған. Бір 2 жыл болды, мен бір жастар іздеп жүрмін. Аламын, кетіп қалады, болмаса енді таланты болмай қалады, енді адамның маңдайында жазылып тұрмайды, ішінде не бар екен білмейсіз, оған уақыт керек. 1 жыл керек, 6 ай керек. Сөйтіп бір 5-6 баланы жинап жүргенмін жаздан бері. Сол кезде жастар айтты, біз де қатысайықшы деп. Енді Екезумен қатысуға болмайды ғой, Екезудің атынан. Содан менің тереушілердің кітабының атын алып, балдар өздері дайындалды. Өзіміз бөлік барып қатысамыз деп. Сонда өздері ұсыныс беріп, өтініш беріп қатысты, бас жүлдені алып кетті. Тағы да. Сонда енді Ақтөбе 3 жыл қатарынан бас жүлдені бермей алып отыр осы сатира жанры бойынша. Ол да үлкен қуаныш біздің Ақтөбе үшін. Одан кейін енді менің Республика сарайында 10 жылдан бері үзіліп қалған концертім бар. 10 жылдан бері Алматыға барғаным жоқ. Алматының сахнасын сағындық, халқын сағындық. Кәдімгідей адам сағынады ғой. Соны енді 10 жылдан кейін қайтадан сол Республика сарайын алып, сол концертімізді қоямыз деп талаптанғанбыз. Ол 22 қазанда болатын. Енді 19 күні біз коллективпен пойызға мінейін деп, пойызға 3-4 сағат қалған кезде маған акиматтан телефон соғып тұр. Сіз награда аласыз 22 күні дейді. Сосын мен айттым, ол күні мен қалада болмаймын. Келгесін енді алармын дедім мен. Жоқ, қаладан емес, сіз Ақордадан аласыз дейді. Президенттің қолынан. Өзім ойланып қалдым, ол қалай сонда? Мен концертім бар емес пе деп қоямын ғой. Ойбай, енді сен анаяқта спискеде тұрсың. Сіз марапаттың ішіндесіз. Қаншама Қазақстанда 3000-ға жуық адам марапатталған екен. Соның үшін іріктелген адамдар ғой енді алатын әрбір жерден. Ақтөбеден сіз барасыз деді мәдениет саласы бойынша. Енді мен концертімді ойлап тұрмын. Мен анаяқта 3000 адам бар ғой. Оны қалай мен? Содан енді әйтеуір түсіндіріп,
осы мәдениет басқармасының басшысы Алтынай Юнисова бар, облыс әкімінің орынбасары Бұлбұл Ораққызы. Бәрі әйтеуір көмектесіп, мен әйтеуір сол Астанадан ұшаққа билет қарастырып, спонсорлар арқылы. Одан енді мен Астанаға жетіп алғаннан кейін, Астанада 2 күн болдым. Мен енді концертімді ойлап отырмын да, ойым сол. Енді қалай жетем мен енді, марапаттан кейін үлгермей қалам ба деп. Сағат 3-ке билет алып берді. Ақордада сағат 11-де басталды. Бір 2-лерде бітті. Содан кейін бірден аэропортқа жүгірдім. Мен ұшып келдім. Концертке жарты сағат қалғанда мен Республика сарайына келдім. Ол кезде тағы да бір шамалы бір қиындық туды. Өйткені 22-сі күні Республика сарайында Алматы қаласының әкімдігінің концерті болып жатыр екен, марапат, мерекелік. Біздің концертке тұспа-тұс келіп қалған. Олардың концерті 5-те, біздікі 7-де. 6:30-да босатып береді екен концертті. Біздің әлі дайындыққа уақытымыз жоқ үлгеретін. Сахнаны безендіріп үлгере алмаймыз. Содан енді кәдімгідей қиналдым енді. Қаншама біз бір айдан бері еңбегіміз, және оны біз эфир үшін бардық түсіруге, каналға, КТК каналымен сөйлесіп. Енді менің мақсатым мына жастарды кеше фестивальдан гран-при алды. Енді әрі қарай Республика сарайының киелі сахна ғой. Жастар бір рух оянсын, өздерін бір өнер адамы ретінде сезінсін деп, мен сол үлкен сахнадан бастадым. Олар әлі облысқа барған жоқ, ауданға барған жоқ. Бірден Республика сарайына апарып, сосын әрі қарай барасыңдар деп мен өзім уәде берген. Сол уәдемді орындауым керек қой мен. Содан шамалы қиналдым. Бірақ артынан айтты, бірақ сіздерге осы қымбат сахнаны тастап кетеміз деді. Енді Республика күніне сахнаны безендірген бір керемет бір 30-40 миллионның сахнасы, светі, LED экраны. Соны бізге солаймен қалдырды. Мен өте қуандым. Сахна жанып тұр. Мен сол концерт басталарда жігіттерге айттым. Ешқандай қорықпаңдар. Ақтөбедегі де сахнада ойнадыңдар өнер орталығында. Мынау содан үлкендеу, 3-4 есе. Бірақ сендер қазір жанып тұрған сахнада сондай керемет жерде шығайын деп тұрсыңдар. Ешқандай қорықпаңдар. Осыдан аман-есен шығып кетсеңдер, әрі қарай жолдарың ашылады. Қазақстанның жұлдызы боласыңдар деп оларға шамалы не бердім. Жаңағыдай. Орысша айтқан дух дей ме? Бізге хабарласқан көрерменіңіз бар екен, сөзіңізді бөле тұрайық. Көрермен, тыңдап отырмыз сізді. Үзіліп кетті. Содан концерт жақсы өтті, халық та жақсы жиналды. Өте керемет, қошемет. Енді Алматының халқы өнер сүйетін халық. Оның ішінде үлкен сахнаның шапалағы, күлкісі бөлек. Кәдімгідей қыз жігіттер риза болып шықты. Бір басқа бір жақта келгендей, өздері квартира барғаннан сенбейді. Біз осындай жерге концерт бергендеріне жастар сенбей тұр. Сондай жастар қуанышпен оралды. Хабарласқан көрерменіңіз бар екен. Көрермен, тыңдап отырмыз. Қайырлы күн. Қайырлы күн. Сәлеметсіз, тікелей эфирдесіз. Республика күнің мерекесі құтты болсын. Рахмет. Жұбатқанға сұрағым бар. Кезінде номер 36 қазақ орта мектебінің әншісі Азамат Бақберген дейтін оқушы осы екі езу театрында көптеген уақыт өнерін көрсетті. Сол баламен қазір қандай байланыста екен? Азамат, ол кішкентай 12 жасынан біздің театрда жұмыс істеді. 20-ға келгенше, 21-ге келгенше, кейін Алматыға кетті. Менің қасында бір 10 жылдай жүрді. Қазір Азамат Алматыда кеше ғана пойыз самолетпен ұшып келіп мен күтіп алғам. Түнде өнер орталығында концертке қатысты. Кешегі Алматыда концертімізде де Азамат болды, қатысты. Азаматты біз үнемі тастамаймыз. Азамат маған күнде десем артық болар, аптасына 2 рет, 3 рет хабарласып тұрады. Біз шығармашылықта, былай да байланыстамыз. Ол мені сыйлайды, как өнердегі әкесі ретінде сыйлайды. Өзінің әкесімен мен құрдаспын. Азамат қазір Ақтөбеде, ертең қайтады. Азамат қазір осы биыл 3 рет халықаралық республикалық әншілер байқауында бас жүлде жеңіп алды. Ол да бір жағынан мен де қуанам. Азаматта енді менің продукциям кішкентайынан тәрбиеледім. Әрі қарай енді өзі үлкен сахнаға кетті. Бұлай далаға да қалған жоқ. Негізі екі езуге келген адамның далада қалған адамды көрген жоқпын. Ол әртіс болсын, ол режиссер болсын, ол менің орынбасарым болсын.
Мысалы қазір Ақтанов театрында екі езудің адамдар басқарып отыр. Директоры менің 10 жыл өзім тәрбиелеген орынбасарым. Худругі өзімнің кішкентайынан тәрбиелеген студент кезінен бітіріп келгенде менде актер болды. Қазір ол худруг. Сондықтан да қай жағынан да екі езуде жұмыс жасаған адамдар далада қалмайды. Шын мәнінде екі езу сатира театры бір үлкен мектеп секілді, өнер иелерінің жұлдызын жағатын бір үлкен бір ұстахана. Кешеде концертте мысалы Асхат Тарғынов екі езуден шықты. Қаншама көмектесіп екі езуден шыққан қаншама адамдар сол бізге қол ұшын тигізіп жатыр. Екі езуден өлең айтып кеткен әншілердің өзі де келіп көмектесіп жатыр. Өйткені ол театрды сыйлайды, негізі солай болу керек. Бұл енді екі езу сатира театры тек менің театрым емес, ол халықтың театры, ол өнердің басқалдағы. Енді әркім әртүрлі айта беретін шығар, бірақ мен осы театрды әйтеуір құлатпай шаңырағымен ұстап келе жатырмын. Өйткені ол сатира бұл халыққа керек, әзіл қалжың. Ол бір басқа бір жанр, оны драма театрмен, болмаса филармониямен, болмаса басқа да бір өнер орталықтарымен салыстыруға болмайды. Бұл бөлек жанр, өзімен өзі келе жатқан, күлдіреді, айтады, жылатады. Сондықтан да бұл осы жанрды әйтеуір ұстап келе жатырмын. Тамаша. Енді бүгінгі таңда екі езу театрының тыныс тіршілігімен бөлісе отырсаңыз, енді өткенде Республика сарайында ауқымды концерт қойдыңыздар, енді алдағы жоспарларыңыз қандай? Алдағы жоспарымыз енді кеше Республика сарайында концертті қазір халық сұрап отыр. Осын біз кетер алдына да қойып кеткенбіз концертті. Енді қайтадан осы концертті 29 қарашада өнер орталығында халыққа ұсынамыз. Бұл жаңа бағдарлама, мұнда жастар бар келіп жатқан, талантты әншілер бар шығып жатқан. Сондықтан да халықты концертке шақырамыз. Бұрынғы жасаған әртістер де бар. Бізде қазір үлкен буын бар, орта буын бар және кіші жастар буыны бар. Яғни бір-бірін сүйрейді. Енді қазіргі таңда жастардың легі көп деп айтып қалдыңыз ғой. Енді атап айтқанда, дәл сол жастардың жұлдызын жағатын сәт туған шығар қазіргі таңда, иә? Әрине, енді мен жұлдызын Алматыдан өте үлкен сахнадан жақып келе жатырмын. Ертең енді эфирге шығады. Ең басты өнер адамына, лицо дейді ғой, өнер адамының бет әлпетін халық тану керек. Ол үшін мынандай эфир керек. Қазір енді Инстаграм дейді, көп қой енді тик-ток деп шығып жатыр ғой. Дегенмен де ол сахнаның, телевидениенің орны бөлек. Оның түсірілімі бөлек. Ол кәсіпқой режиссерлар, кәсіпқой операторлар түсіреді, монтаждайды. Енді ол ұялы телефон, қалтадағы телефон ғой енді ол. Одан гөрі осы үлкен сахна жақсы. Енді Хакім Абай айтады ғой, жігіттер ойын арзан, күлкі қымбат дейді. Осы қымбат күлкінің құны кетіп, сатираның биік өнер деңгейінен түсіріп алған жоқпыз ба? Өзіңіз қалай ойлайсыз сатирик ретінде? Енді әр нәрседе әрбір заманда айтылып жатады ғой, күлкі арзандап кетті деп, оны 90 жылдан бері айтып келе жатыр. Ол айтыла береді. Бірақ күлкі ол арзандамайды, күлкі таусылмайды. Бұл қоғамның өзі күлкі жасап беріп отыратын фабрика. Қазір кез келген бір оқиғадан күлкі шығаруға болады. Оның өзі мамандары болады. Күлкіні бұл жазудан оңай емес. Жалпы халықты күлдіру өте қиын қазір жағдайда. Өйткені халық қазір бәрін көрді. Қазір күлдіретін адамдар көп қой. Қазір жеке меншік семьяда отырып, әйелі мен еркегі де үйінде видео түсіріп салып жатыр ғой қазір. Әйтеуір халықты күлдіріп жатыр. Сондықтан да күлкіге халық зәру емес. Бірақ бөлінеді ғой, кәсіпқой маман деген бар. Сосын жаңа мынандай халық театрлары секілді әуесқой деген маман бар. Әуесқой, кәсіпқой. Енді біз кәсіпқой жағында күлдіреміз деп ойлаймын. Біздің мамандығымызда солай, театрда кәсіпқой театр. Бізде режиссер бар қазір Алматыдан келген. Былтыр Сыған серенадысын қойдық. Оның өзі біраз шулатты Ақтөбені. Енді тағы да осы жастармен жаңа бір комедиялық қойылым дайындап жатырмыз. Бұйырса енді ол желтоқсан айында премьерасы болады. Енді біз қазір отыратын уақыт жоқ. Енді осы жаңа бағдарламаны кеше халық көріп, продюсерлер көріп Алматыда. Бізді жан-жаққа шақырып отыр. Алматының өзіне, Талдықорғанға шақырып отыр.
бұйырса 25 жылдығымыз, оны енді Астана қаласында өткізгім келеді. Енді ол жұмыс басталғаннан кейін кете береді ғой. Кино түсіргіміз келеді. Кешегіде концертке Алматының біраз жұлдыздары келді, әртістері, әншілері. Солар айтып жатыр, сіздер жаңа лицосыздар, неге киноға түспейсіңдер, неге киноға түсірмейсіңдер деп. Енді біздерге бір қиындық жері, біз 2000 километр қашықтықта жатқаннан кейін біз көп нәрседен қалып қоямыз. Кейде біз шақырады бір бағдарламаларға, бізді ойлайды Алматыда тұрады деп. Мен айтамын, мен Ақтөбеде тұрамын деймін ғой. Кейде Ақтөбеде жүрген кезде сіздер қашан келіп қалдыңыздар деп сұрайды. Сонда біздің әлі тұрақты мекенімізді кейде халық білмейді. Жалпы енді сатирик ретінде айтыңызшы, қазақ сатирасында дәстүр жалғастығы деген ұғым бар ма? Жалпы қазіргі таңда кезіндегі Оспан хандардың қаламы кімдердің қолында? Енді оны менің қолымда деп айта алмаймын ғой. Әркімде оны халық береді бағасы. Бірақ айту біреуінің қолында, өйткені енді Оспан хан ағамыз мықты сатирик болды, бірақ енді ол қаламын арқалап кеткен жоқ. Әрі қарай жалғастыратын өмір деген жалғастырады ғой. Өмір Оспан хан ағамызбен сатира тоқтап қалған жоқ. Әрине. Оны жалғастырушы адамдар көп, бірақ аз, өте аз. Өйткені бұл екінің бірі бұл сатираны қолына алмайды да, талантты адамдары болуы мүмкін, оны жазбауы да мүмкін. Өйткені кім жақсы көреді, мысалы, ащы дүниені жазғанды, әжуаны кім жақсы көреді? Біздің өзімізде осы қоғамды әжуалаймыз деп біраз жүрдік қой енді. Ешқандай марапатта атақсыз 25 жыл. Болмаса бір әні хит болып кетіп, атақ алып жатқандар жетеді. Мен өзім енді мақтанған емес, таза еңбегіммен алдым деп айта аламын. 25 жыл осы театрдың ыстығы мен суығына көніп жүрдім. Қиындық кездерде болды, қаншама гастрольдерде жүрдік. Бұл енді сол таза еңбекпен алғандық шығар. Мен осы Ақтөбеде жалғыз өзім алғандай болдым. Шынымен бүкіл әлеуметтік желі, телевидениенің бәрі шулап, өзім бір әні хит болған адам сияқты болдым ғой, медаль таққан кезде. Сонда риза болдым. Енді рахмет айтам. Мені ұсынған мәдениет басқармасына, Ақтөбе облысының әкімшілігіне, соны Ақордадағы министрлікке де рахмет айтам. Сонда шақырып, төсбелгіні президенттің қолынан алғаныма да өте қуаныштымын. Мәселе атақта емес, мәселе сондай бір құрметте. Еңбектің еленген. Құрмет, қаншама министр үкіметтің алдында Екезу сатира театрының аты аталды. Мен өзімнің атымның аталғанына қуанған жоқпын. Театрдың, Ақтөбенің театры, сатира театр деп Ақордада айтылған кезде сондай қуандым. Сонау енді еңбектің бағаланғаны сол деп ойлаймын. Жалпы сіз өнер адамы ретінде көптеген жобаларды, халықтың көңілінен шыққан жобаларды дүниеге алып келдіңіз. Енді осы сіздің жасаған қай бір жобаңызда Ақтөбе жұртшылығының жалпы қазақстандықтардың көңілінен шығып жатыр. Өйткені қазіргі таңда қалалардың арасында тіпті Ақтөбе облысынан Екезу театры деп ойып тұрып бір орын алады сіздердің театрларыңыз. Сіздің шығармашылығыңызға тоқтала кетсек, шығармашылығыңызда қандай жаңалықтар бар? Әндердің әуенін жазатын өнеріңіз бар, жалпы сөзін жазатын өнеріңіз бар, кітаптарыңыз шықты. Жоба деген Екезу сатира театрының өзі бір жоба ғой. Одан кейін Айтқыштар Ақтөбеде атты әзіл-сықақ фестивалі бар. 20 жыл болды, әлі келе жатыр. Қазақстанда ондай әзіл-сықақ фестивалі жоқ, бәрі тоқтап қалған. Үздіксіз жүріп келе жатқан 20 жыл бойы осы Айтқыштар Ақтөбеде. Ол екінші жоба. Енді үшінші жоба Балауса драма театрда мен директор болып тұрған кезде бастап кеттім. Өзім 2 рет өткіздім. Қазір халықаралық деңгейге жетті. Балауса деп атын қойып, соны бірінші ұйымдастырған біздер. Кейін мен енді жұмыс барысында өнер орталығына ауысып кеткеннен кейін, бірақ Ақтан театрына бір фестиваль сыйлап кеттім. Оның өзі жоба. Жалпы енді жобаның іске асқаны өте жақсы. Бір рет ғана болып, бұл жабылып қалса, өзіңе ұят. Онда бастамасы бұрын әуел ойлану керек. Ол әрі қарай өмір үшін бола ма, ол қалай болады, соны болжап, бағдарлап барып жасау керек. Енді өзім шығармашылығыма келсем, 4 кітап шығарып тастадым. Тағы да 2 кітабым дайын тұр. Егер шығарып беретін демеушілер болса, сол 2 кітабымды шығарым келеді. Өйткені халыққа ол жету керек, оқылу керек.
Содан кейін жаңа айттым ғой, кино түсіргім келеді, кәдімгі бір екі езудің артистерімен. Ақтөбеде тағы талантты өнер адамдары бар. Біз өзіміздің Ақтөбені насихаттауымыз керек қой. Ақтөбе қазір үлкен қала. Ақтөбеде тұрып та жұлдыз болуға болады. Мен оны дәлелдедім. Міндетті емес Алматыда жүру. Сондықтан да енді қазір жақсы талант жастар алып жатырмын. Сценаристер алып жатырмын. Оларға да тапсырма бердім. Бір жақсы сценарий жазып, кино түсірейік. Бізді халық көрсін. Қазір кинотеатрда отандық фильмдер ай сайын шығып жатыр ғой. Көбісі комедия жанрында. Бізде енді комедия жанры ғой. Одан кейін енді 25 жылдығымды жақсылап атап өткізгіміз келеді. Одан кейін тағы да мынандай мәселе бар. Осыдан 3 жыл бұрын Ақтөбеде жастар және комедия театры ашылады деп айтылып еді. Соны әлі қозғап келе жатырмыз. Өткенде тағы да мәдениет басқармасының басшысымен сөйлескем. Біздің қазір осы жаңа облыс әкімімен айттым деген Ералы Тоғжанов мырзаға. Өйткені бізде Ақтөбеде Алақай театры бар, драма театры бар, ортада екі театр жалғайтын дәнекер жоқ. Яғни жастар театры керек. Хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап көрейік. Алло, сәлеметсіз бе? Тікелей эфирдесіз. Саламатсыз ба? Саламатсыз ба? Мен дейтін, Нұрбек ағаның көптеген бала кезінде әңгімелерді көп оқитынмын. Айтқыштар, қателеспесем Айтқыштар деген кітабы, иә. Енді қазіргі таңда соның жалғасы ретінде басқа да бөлімдерін шығару ойыңызда бар ма? Менің Айтқыштардан кейін айттым ота кітаптарым шықты деп. Түйреуіш емес, ауылдағы Айтқыштар, одан кейін Қатерияның құрт сауыты деген кітабым шықты. Түйреуіш атты кітабым шықты. Содан кейін тағы да бір жинағым шықты, оны облыс әкімшілігі шығарды, том болып. 49-шы том, да менің шығармаларым. Одан кейін тағы 2 кітабым бар шығаратын, жазып қойған. Бұйырса шығады. Жаңа 2 кітабымды оқығыңыз келсе, кітапханаларда бар, Ақтөбенің, аудандардың барлығында да бар. Кітапханалардан тауып оқуға болады, иә, сіздің кітаптарыңызды? Болады. Енді мынау жалпы қазіргі таңда кино түсірем деп айтып қалдыңыз ғой. Енді сценарий құрылып, актерлік құрам таңдалып жатыр ма қазіргі таңда? Соны енді бастап жатырмыз. Кино қандай бағытта болады? Біздің жанрымыз комедия ғой. Қандай тақырыпты қозғайсыздар? Тақырып енді соны ойлану керек. Қызықты тақырып, өлмейтін классика болу керек қой. Өлмей киноны бір көріп емес, қайта-қайта көру керек кино. Қазір біздің кинолардың бәрі одноразовый дейді, бір көреміз, әрі қарай көргің келмейді. Оның не сценарий нашар болуы мүмкін, актерлік қойылымдары. Сондықтан да кино болғаннан кейін ол кәдімгі шедевр болу керек қой. Жалпы адам соған жұмыс жасау керек. Сосын жаңа өзіңіз айтқандай әндермен жазамын. Өзімнің қазір жас әншілер келіп жатыр бізге. Менде қазір Азаматтан кейін тағы да бір шәкірт алдым. Диас Өтес деген жас жігіт қазір колледжде оқиды, гуманитарный. Әрі актер, әрі әнші. Қазір сол Диасқа 2 ән жазып бергем. Кеше Республика сарайында өзі орындады, Аптерскен. Тағы да әндер жазып жатырмын. Әзілдер, әндер. Енді ол театрның репертуарына керек. Сондықтан да театр өміршең болу үшін жақсы әзілдер болу керек, әндер болу керек. Енді біреудікін қоймайсыз ғой, біреудің қойып қойған, біреудің басқа бір театрдың қойылған қойылымдарын алуға болмайды оны. Жалпы енді театрды көрерменсіз елестету мүмкін емес, иә? Сіздердің бағаларыңызды беретінде дәл осы көрермен, халық, дәл осы халықпен, көрерменмен тығыз байланыстасыздар ма? Жалпы қазіргі таңда әлеуметтік желіде де сіздерді байқап жүрміз, өте белсенді сіздер. TikTok болсын, Instagram болсын, әлеуметтік желіден. TikTok-ты мен ашып қойған. Негізі 2 жылдан бері TikTok негізі былай керек қой. Менде Instagram-да бар, Facebook бар, VK-ға дейін бар менде. TikTok дегенге түсінбей жүрдім ғой. Өткенде өзім ашқам, соны жақсы жүріп жатыр. Подписчиктерді күнде жазылып жатыр. Бұл енді көрермендерді көбейту үшін, сосын өзінің жаңалықтарымды тарату үшін ол керек негізі. Әлеуметтік желі қазір қоғамның сұранысы. Одан біз қаша алмаймыз. Одан қашуға да болмайды. Сондықтан да қазір біз қалай театрның өзі қазір заманға байланысты өзгереді ғой. Қазір қойылымдар да бар заманға байланысты.
бәрібір өзгеріп түзеліп отырасың, соған еруіміз керек. Қалып қоюға болмайды. Мысалы мен жастарды көп шақыратыным. Жастар енді бұл қазіргі кездің заманның жастары, олардың идеясы болады, олардың жүріс-тұрысы, киім киісі, олардың өзінің ұстауы бөлек. Сондықтан да театрдың мен мысалы 80% жастар болса, мен оған келсем керек. 90% жастар болса да мен қуанамын. Өйткені біз мына алдыңғы нелерден қалып қоймауымыз керек ағыннан. Біз баяғы ескімен отыра берсек, қазан ошақпен мысалға, ол болмайды ғой. Қаншама заманға байланысты. Сондықтан да өзім жастарды жақсы көремін. Бірінші мүмкіндікті жастарға берем. Өзім шықпаған сахнаға жастардың шыққанын жақсы көремін. Сондай. Жалпы қазіргі таңда көрермен өте талғампаз. Олардың көңілінен шығу өте қиын. Енді өткен жолы Республика сарайында өзіңіз айтып өткен концертте қандай тақырыптағы әзілдерді сіздер қозғадыңыздар, қандай мәселелерді қозғадыңыздар енді? Енді мүмкіндігінше біз сол жастардың стиліне қарай бұрдық. Бұрынғы ескі тамашаның стилінен шама қашып, бұрын бәрі тамашаның стилімен жүреді ғой. Кәдімгі, енді КВН емес, КВН-нің варианты бөлек. Оған да кетіп қала болмайды. Кәдімгідей жақсы интермедиялар болды, мектеп туралы болды, қоғамда мектепте мұғалімдердің проблемасын қозғадық, дәрігерлердің, әлеуметтік мәселелерді қозғадық, халықтың көкейінде жүрген. Әзілдің бәрі өтті, жастарша айтқанда өтті дейді ғой. Алматының халқы кәдімгі ду өтіп, күліп, қол шапалақтап. Еще ПТС түсіріп жатқанда мен ПТС-дің қасында қарап отырдым ғой, халық енді 12-15 камерамен түсірді. Зрительный залға, көрермендерге 2-3 камера жұмыс істеп тұрды. Халықтың қарайсың ғой, қалай көңіл күйін өте жақсы күліп жатырды. Сон қуанып отырдым енді. Енді бұл енді концерт егер өтпей қалса, ол да қиын. Мен енді өзім ойымды орындадым, мақсатымды ертең концертте енді жақсылап түсірілсе, үлкен республикалық каналдардан жүрсе, ол біз үшін абырой. Екезу қайтадан бар екен дейді. Енді көбісі жоғалып кетті деп ойлайды, өйткені біз көптен бері 10 жылдан бері республикаға шыға алмай қалдық. 10 жылдан бері Ақтөбеден шықпай қалдық. Осы Ақтөбенің территориясында аудандарға барып жүрдік. Оның ар жағында біз шығып жүрдік. Мен мына Ақтанып театрына директор болып кеткеннен кейін, директордың шаруасы көп, шығармашылықпен айналысу мүмкін емес. Қол тимей қалды. Сондықтан да мен осы Екезу театрын жоғалтып алмайын деп, өз еркіммен директорлықтен бас тартып, біреулер бола алмай жүр ғой. Бәрі қазір мен балам деп. Мен бас тартып, кірісоны сырып қойып, шығармашылықты қолға алғанмын. Өйткені шығармашылық керек. Театрдағы көптеген интермедиялардың авторы өзіңізсіз. Енді қазіргі таңда жастардың легі көп деп отырсыз ғой. Олардың да алып қосар жалпы жазған интермедиялар сахналанды ма? Біз енді қазір Алмат деген бір жас жігітті алдық. Бұрын Жайдарманшы болған, 10 жылдай. Жайдарманның ардагері. Мен ол жігітті шақырдым. Ол Алмат былай енді шамалы орысша оқыған, бірақ қазір қазақша кітаптар оқып жатыр. Менің кітаптарымды, Сейіт Кенжеахметовтың сатиралық кітаптарын алып, ол қазір қазақша ойлайтын болып, қазақша жазатын болып, солай келістік. Ол қиын емес, ол өзі біледі қазақша. Енді көп орысша жазған ғой ойлап. Бірақ оның несі жақсы, идеясы жақсы. Сондықтан да Алматпен жұмысқа қабылдадық. Әрі актер болады, әрі сценарист. Содан кейін мен енді жастарды, Екезу жастарынан Жайдарман командасын құрғым келеді. Бір жағынан ол да жарнама болады. Жастарды сахнаға шыға берсін, Астанаға барып, маған ол ешқандай кедергі келтірмейді. Олардың ол жерден де көретіндері бар, алатындар бар ғой. Сондықтан да екі жақтап жұмыс істегім келіп тұр. Екеуіздің жастардың Жайдарман командасы болады, екеуіздің сатира театры бар. Солай енді қандай тағы да мысалы бізге қатысты қандай бір өнердің бір ұшқыны болса, біз соны ала береміз да, көріну үшін. Жастар көріне беру керек. Өйткені үздіксіз спектакльде қою керек, комедия. Балаларға арналған ертегі де қою керек. Ол ертегілеріміз де бар қойып жатқан. Кинода түсіруіміз керек, әнді айтуымыз керек. Жан-жақты болуымыз керек. Театр болғаннан кейін жан-жақты болу керек қой. Тек қана мен сахнаға мен бір рөлді ойнаймын деп олай жүрмеу керек. Тертеу керек. Сонда ғана ол еңбек бағаланады. Тек қана қашып жүрсе той домалаққа,
одан өнер болмайды. Енді тойға баратындар бар ғой, оларға мен енді былай қарсылық білдірмеймін, бірақ тойдан гөрі сахнаға көп шығыңдар, сахнаны ойлаңдар деймін. Енді ол той қазір енді тойдан біздің сахнаға кіріп кетті ғой тойдың адамдары, енді оны қуып шыға алмайсың, бірақ сахнаға жұмыс істеңдер, терді сахнаға төгіңдер деп күнде жастарға айтамын. Басқа нәрсеге кетіп қалмаңдар, қазір діни ағымдар да көп, одан да сақ болыңдар. Қазір көп қой секталар. Сондықтан да сақ болыңдар, тек мына ойларың театр болсын, сахна болсын, кітап оқыңдар. Енді бір мамандықты алғаннан кейін, мамандықтың иесі болғаннан кейін әр жаққа секірмеу керек. Мен мысалы 25 жылдан бері бір театрда, бір салада келе жатырмын. Мен неге секірмеймін, анда кетіп, мында кетіп, менде ондай жоқ. Бір құдықты бір жерден қаздың ба, терең қылып қаза беру керек та, су шыққанша. Ана жерден су шығады, мына жерден су шығады емес. Бір жерден сол суды шығарып, тұщы суға жеткенге, мөлдір бұлағына дейін жеткенше қазу керек деп балаларға күнде айтып отырамын. Алтын уақытыңызды бөліп, студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге алғыс білдіреміз. Қымбатты көрермен, бізге берілген уақыт осымен тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.